Қараңыздар, қандай керемет түрлі түсті осындай жаңғақтың рецебімен бөлісемін. Бізге қажетті жұмыртқа, егер де үлкен болса 2 аласыздар, кішкентай болса 3 аласыздар. Ерітілген сары май, ұн, қант және де қопсытқыш. Бірінші жұмыртқамыз бен қантымызды әбден көпіргенше, қантымыз ерігенше миксерлеп алатын боламыз. Біздің қантымыз еріді. Жылы сары майымызды осылай құйып, кішкене ғана араластыратын боламыз. Ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп араластырамыз. Бізге қамырды еленетіндей ету шарт емес. Қамыр қоймалжың қою болу керек. Осы рецепті зерттегеніме біраз жыл болды. Өте сәтті шығатын, өте керемет дәмді рецепт. Алып жасаңыздар. Бір жасағаннан ақ шығады. Міне қамырымыз осындай қоюлықта болу керек. Мен мына жерде сары түспен қызғылт түсті қолдандым. Бояу міндетті емес. Қамырымыз біркелкі түске енгенше әбден бояй береміз. Осылай қозғай бересіздер. Қараңыздар, қамырымыз біркелкі түске енді. Мына менде қызыл және сары және де 3-ші түсімді мен бояған жоқпын. Осылай дайындап аласыздар. Газымызға табамызды әбден 2 жағын қыздырып аламыз, 2 бетінен де қыздырып аламыз дағыны. Қызған табамызға сәл отымызды кішкене ғана бәсеңдетіп жіберіп, осылай қамырымызды шетінен салып аламыз. Мен бірінші сары түстен бастадым. Қамырымыздың жұмсақ, өте керемет, дәмді болып шығатынына мен сіздерге 100% гарантия беремін. Жасап көріңіздер. Дүкендегі жаңғақтан айырмашылығы әлде қайда жоғары. Қараңыздар, осында әдемі сары түсті болып шықты. Міне. 2 бетін аударып отырып шамамен 4 немесе 5 минутта пісіп қалады. Тым қатты жақпайсыздар. Міне осылай сәл қызарды төбесі. Енді аудара берсек болады қамырымызды. Енді қызыл түсін салып көрейік. Мен тапсырысқа соңғы кездерде қана осы рецептпен жасаймын. Ютубта көп жағдайда рецепттер домалақталып, шариктеліп, еленген қамыр болып жасалынған. Оны да жасап көрдім, бірақ маған осы рецепт көңілімнен шықты. Енді біз жаңғағымыздың ортасын бөліп көрсетеміз сіздерге. Осылай үгітіліп әдемі болып тұрады. Өте жұмсақ қамыр. Осындай керемет жаңғақтар шықты. Тіпті бір аптаға дейін тұрса да жаңғақтарыңыз қатып қалмайды. Керемет жұмсақ болып шығады. Осындай түрінің де өзі қандай әдемі. Мынау енді артылған шеттерін біз осылай сындырып алып, оқтаймен үгітіп, ішіне салатын боламыз жаңғақтың. Мен де мына жерде өте сапалы варенка. Осыған 1 қасық ақ сгущенка қостым дағыны. Ішінде үгітіп алған жаңғақтың бөліктерін осылай араластырып шығамын. Бұл жерде варенканың сапасы да өте маңызды. Жоғары сапалы варенка алсаңыздар, жаңғақтарыңыз тіптен керемет дәмді болып шығады. Тіпті аталарымыз бен әжелеріміздің өзінің де тісі өтетіндей жұмсақ қамыр болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Мені каналыма тіркеліп қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет.